Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз 6 сыныпқа арналған мақта тақырыбында диктант жазатын боламыз. Барлығы мәтінімізде 118 сөз және мәтін 4 абзацтан тұрады. Алдымен мәтінмен таныс болайық. Мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Мәтіннің толық нұсқасы видеоның соңында шығады. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, арнаға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Мақта. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан тамаша талшық алынады. Мақта ежелгі заманнан ақ мәдени өсімдік болып есептелген. Оны ең әуелі Үндістанда, Қытай мен Мысырда өсіре бастады. Үнділер басқалардан бұрын мақтадан жеңіл де жұқа маталарды тоқуды үйренді. Мақта Қазақстанның оңтүстігінде өсіріледі. Ол жылылықты, құнарлы топырақты және ылғалды қатты ұнататын өсімдік. Өзінің биіктігі 1-1,5 метр шамасында болады. Гүлдері ірі, ұрығы қауашақты. Пісіп жетілген кезде қауашығы ашылып, үлпілдек ақ мақта көрінеді. Мақтадан тек маталар ғана тоқылмайды. Ол медицинаға өте қажет. Сонымен қатар одан пластмасса, целлюлоза, фотопленка, қағаз да жасалады. Мақтаның тұқымынан май алынады. Ол консерві, маргарин, сабын жасауға қолданылады. Мақта күнжырасы да пайдалы. Одан гудрон бөлініп алынады. Тұқымның қабығы этил және метил спиртін өндіруге қажет. Сондықтан мақта әрі мәдени, әрі өте маңызды техникалық дақыл болып саналады. Осымен достар, диктантымыздың мәтінімен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісейік. Алдымен тақырыбын жазамыз. Мақта. Бірінші сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Мақта аса бағалы өсімдік. Жазамыз. Мақта аса бағалы өсімдік. Сөйлемді тексереміз. Мақта аса бағалы өсімдік. Келесі сөйлем. Одан тамаша талшық алынады. Жазамыз. Одан тамаша талшық алынады. Сөйлемді тексереміз. Одан тамаша талшық алынады. Келесі сөйлем. Мақта ежелгі заманнан ақ мәдени өсімдік болып есептелген. Жазамыз. Мақта ежелгі заманнан ақ мәдени өсімдік болып есептелген. Сөйлемді тексереміз. Мақта ежелгі заманнан ақ мәдени өсімдік болып есептелген. Келесі сөйлем. Оны ең әуелі Үндістанда, Қытай мен Мысырда өсіре бастады. Жазамыз.
Оны ең әуелі Үндістанда Қытай мен Мысырда өсіре бастады. Сөйлемді тексереміз. Оны ең әуелі Үндістанда, Қытай мен Мысырда өсіре бастады. Келесі сөйлем. Үнділер басқалардан бұрын мақтадан жеңіл де жұқа маталар тоқуды үйренді. Жазамыз. Үнділер басқалардан бұрын мақтадан жеңіл де жұқа маталар тоқуды үйренді. Сөйлемді тексереміз. Үнділер басқалардан бұрын мақтадан жеңіл де жұқа маталар тоқуды үйренді. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Мақта Қазақстанның оңтүстігінде өсіріледі. Жазамыз. Мақта Қазақстанның оңтүстігінде өсіріледі. Сөйлемді тексереміз. Мақта Қазақстанның оңтүстігінде өсіріледі. Келесі сөйлем. Ол жылылықты, құнарлы топырақты және ылғалды қатты ұнататын өсімдік. Жазамыз. Ол жылылықты, құнарлы топырақты және ылғалды қатты ұнататын өсімдік. Сөйлемді тексереміз. Ол жылылықты, құнарлы топырақты және ылғалды қатты ұнататын өсімдік. Келесі сөйлем. Өзінің биіктігі 1,5 метр шамасында болады. Жазамыз. Өзінің биіктігі 1,5
жарым, метр, шамасында, болады. Сөйлемді тексереміз. Өзінің биіктігі 1,5 метр шамасында болады. Келесі сөйлем. Гүлдері ірі, ұрығы қауашақты. Жазамыз. Гүлдері ірі, ұрығы қауашақты. Сөйлемді тексереміз. Гүлдері ірі, ұрығы қауашақты. Келесі сөйлем. Пісіп жетілген кезде қауашығы ашылып, үлпілдек ақ мақта көрінеді. Жазамыз. Пісіп жетілген кезде қауашығы ашылып, үлпілдек ақ мақта көрінеді. Сөйлемді тексереміз. Пісіп жетілген кезде қауашығы ашылып, үлпілдек ақ мақта көрінеді. Келесі сөйлемді азат жолдан бастап жазамыз. Мақтадан тек маталар ғана тоқылмайды. Ол медицинаға өте қажет. Жазамыз. Мақтадан тек маталар ғана тоқылмайды. Ол медицинаға өте қажет. Сөйлемді тексереміз. Мақтадан тек маталар ғана тоқылмайды. Ол медицинаға өте қажет. Келесі сөйлем. Сонымен қатар одан пластмасса, целлюлоза, фотопленка, қағаз да жасалады. Жазамыз. Сонымен қатар одан пластмасса, целлюлоза, фотопленка, қағаз
да жасалады. Сөйлемді тексереміз. Сонымен қатар одан пластмасса, целлюлоза, фотопленка, қағаз да жасалады. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Мақтаның тұқымынан май алынады. Жазамыз. Мақтаның тұқымынан май алынады. Сөйлемді тексереміз. Мақтаның тұқымынан май алынады. Келесі сөйлем. Ол консерві, маргарин, сабын жасауға қолданылады. Жазамыз. Ол консерві, маргарин, сабын жасауға қолданылады. Сөйлемді тексереміз. Ол консерві, маргарин, сабын жасауға қолданылады. Келесі сөйлем. Мақта күнжарасы да пайдалы. Одан гудрон бөлініп алынады. Жазамыз. Мақта күнжарасы да пайдалы. Одан гудрон бөлініп алынады. Сөйлемді тексереміз. Мақта күнжарасы да пайдалы. Одан гудрон бөлініп алынады. Келесі сөйлем. Тұқымның қабығы этил және метил спиртін өндіруге қажет. Жазамыз. Тұқымның қабығы этил және метил спиртін өндіруге қажет. Сөйлемді тексереміз. Тұқымның қабығы этил және метил спиртін өндіруге қажет. Келесі сөйлем. Сондықтан мақта әрі мәдени, әрі өте маңызды техникалық дақыл болып саналады. Жазамыз. Сондықтан
мақта, әрі, мәдени, әрі, өте, маңызды, техникалық, дақыл, болып, саналады. Сөйлемді тексереміз. Сондықтан мақта әрі мәдени, әрі өте маңызды техникалық дақыл болып саналады. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазулы. Мақта. Мақта аса бағалы өсімдік. Одан тамаша талшық алынады. Мақта ежелгі заманнан ақ мәдени өсімдік болып есептелген. Оны ең әуелі Үндістанда, Қытай мен Мысырда өсіре бастады. Үнділер басқалардан бұрын мақтадан жеңіл де жұқа маталарды тоқуды үйренді. Мақта Қазақстанның оңтүстігінде өсіріледі. Ол жылылықты, құнарлы топырақты және ылғалды қатты ұнататын өсімдік. Өзінің биіктігі 1-1,5 метр шамасында болады. Гүлдері ірі, ұрығы қауашақты. Пісіп жетілген кезде қауашығы ашылып, үлпілдек ақ мақта көрінеді. Мақтадан тек маталар ғана тоқылмайды. Ол медицинаға өте қажет. Сонымен қатар одан пластмасса, целлюлоза, фотопленка, қағаз да жасалады. Мақтаның тұқымынан май алынады. Ол консерві, маргарин, сабын жасауға қолданылады. Мақта күнжырасы да пайдалы. Одан гудрон бөлініп алынады. Тұқымның қабығы этил және метил спиртін өндіруге қажет. Сондықтан мақта әрі мәдени, әрі өте маңызды техникалық дақыл болып саналады.